Арыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен қатпарлы самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Көп қыз-келіншектерде осы қатпарлы самса ұқсамай жатады. Бүгін сіздермен осының ерекшеліктерімен және де өзінің қыр-сырларын айта кететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алда пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға міндетті түрде салқын су құйып аламыз. Салқын судың үстіне бір жұмыртқа, 1,5 шай қасықта тұз салып араластырып, үстінен өлшеніп алған ұнымызды салып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Қамыр міндетті түрде қаттылау болу керек. Егер де қамырды жұмсақ илейтін болсаңыздар, самсалар өз формасын ұстамайды. Сондықтан қамырды барынша қаттылау илегендеріңіз дұрыс. Қамырды илеп алғанымыздан кейін теңдей етіп, екіге бөліп, думалақ формаға келтіріп аламыз. Және де үстіне салафанға кигізіп, 10-15 минут тындырамыз. Арада тағы да бір илеп алыңыздар, қамырды тындыру үшін. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп, қатты жұқа қылмастан жаясыздар. Видеода көрсетіп өттім, кәдімгі манты, түшпараға илегендей қылып, жайғандай қылып, жайып аласыздар. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Мінекей осылай қалыңдау қылып жайып аласыздар. Үстіне маргаринді қатты ертіп жібермейсіздер. Маргаринді осылай жартылай ертіп аласыздар. Қатты қайнап кетпеу керек. Осылай жартылай ертіп алғаннан кейін міндетті түрде суытып алыңыздар. Маргарин салқын болу керек. Ыстық күйінде жақсаңыздар, ол қатпайды. Сондықтан міндетті түрде салқындатып алып, барып сосын қамырдың үстіне жағыңыздар. Осылай жағып алғаннан кейін тегістеп барлық жағына жағып шыққаннан кейін қамырды шетінен бастап тартып орап аласыздар. Қамырды осылай орап алғаннан кейін қамырды айналдырып шетке ала тұрамыз. Екінші қамырды да дәл осылай қалыңдықтар жайып, үстінен жаңағы салқын маргаринді тегістей етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Осы видеодағыдай барлық жеріне тегістей жағып алғаннан кейін барып, жаңағы бірінші қамырды екінші қамырдың шетінен бастап ашып, үстіне қойып, қамырды орап шығамыз. Тартып ораңыздар, ортасында ауа қалмайтындай етіп. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Осылай орап алып, үстін пакетпен жауып холодильникке 2 сағатқа немесе морозилкаға 1 сағатқа қойып қоясыздар. Немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Міне менде морозильникте 1 сағат тұрды. 1 сағаттан кейін алып, ашып, өзіме ыңғайлы болу үшін 2-ге бөліп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарап, қамырды бөліп шығасыздар.